Ереке ауданымызға қош келдіңіз. Мен Болат Мырзатайұлы, желтоқсандық журналист. Менің ұсынысым бар. Көпбалалы аналарға, мүгедектерге, жағдайы нашар отбасыларға, желтоқсандықтарға баспана салып берсем деген. Инвесторым дайындым. 40 миллиард доллар әкеліп тұр Қазақстанға. Бірақ ол Йеменнің азаматы, сондықтан шекарадан өте алмай тұр қазір. Сол виза жағына көмектесіп берсеңіз, содан кейін жер бөліп берсеңіз, жаңа эскиздің проектісін өзі жасайды, АПЗ, БДП бәрін құжаттарын жасауға жол ашсаңыз, Алматыдан Имба таксиді мен айтып отыр ғой, ол кісіге сөз емес, 40 емес 100-ге жеткізіп береміз бұйырса. Рахмет, бірақ енді былай болсын енді. Шындай де ондай мен жаттарды көп естіп адамын ғой енді. Жоқ, не? Жоқ, былай болсын енді. Сомасы үлкендеу керек енді. 2 миллиард доллар міне, лично. Енді менде қаржы саласына кішкене жақындау адамын ғой. Жоқ, сіздің әкім болғаннан кейін құдай тұрыңыз енді. Енді 2 миллиард доллар деген үлкен ақша. Йеменнен басқа жерлерде болса, тем более Йемен деген енді білеміз ғой енді. Турциядан да бар. Бірақ былай болсын енді жаңа сұрағанымыз бар ғой, виза жаңа енді шақыру жібергеннен кейін сіз виза алуға мүмкіншілік болмаса, онда мен тапсырма беремін енді қарасыңыздар. Қандай көмегіңіз бар. Бірақ енді сол анау ақшаға жетейік те бір проекттің ішінде. Жетеді. Рахмет.